Теміржол колледжінің шеберім Сұхбат Қуаныш Әбенұлы. Өз мамандығымның иесімін. Осы білім берім жеке кәсіпкер болып жұмыс істеп жатыр. Алат өзің бір ауыз айтып өтсең, біздің колледжден өзінің жеке кәсіпкерін қалай дамып жатқанын. Менің есімім Масанов Талғат. Осы мен Теміржол колледжінің мебель ағаш ұста шеберін бітіргем. Қазіргі таңда мені 21 ғасырға сай сұранысқа ие станоктардың бірін ЧПУ станогын алдық. Қазіргі таңда мені МДФ есіктермен айналысып жатырмыз. ЧПУ станок және тағы да басқа станоктар бар, қазір көрсетеміз. Станогымыз ПВХ облицовочный станок дейді. ПВХ шеттерін, детальдің шеттерін кромка жасайтын станок. Келесі станок распиловочный станок, ламинат кесетін станок. Осы жерде біз ламинат кесеміз, жаңағы кромка облицовочный станокта шеттерін барлығын кромка жабыстырамыз. Жаңағы ЧПУ-дан шыққан есіктер шеттерін шкурка жасап, мынадай черновой виде келеді. Ал мына станок пленка басатын, горячий пресс дейді, пленка басатын станок. Міне мынандай басылып шығады. Әрбір есіктердің фасадтарын дайындап шығарады. Мына черновой варианты. Дайын несі уже осындай шығады екен. Осы станокта. Әрбір кухняның есіктерін есесеңіздер болады екен. Дайындатуға болады екен. Жұмыстың істелу процесі мынау істеліп жатқан жұмыс. ЧПУ станогында орналасып жатқан әрбір детальдарды жасап шығып жатыр. Ал міне жаңағы ЧПУ-ға станокқа берілген заданиені міне ойып бітті. Міне мынандай бізде готовый міне. Міне дайын осылай уже есіктер сылайып шыға береді. Жұмыс осымен істеліне береді.